мен сіздерге бүгін өзімнің әдістемелік құралым 2020 жылы шыққан оқушыларды бисермен тоқу, әшекей бұйымдарын жасау шеберлігін дамыту атты әдістемелік құралымен таныстырғым келіп тұр. Бұл әдістемелік құралды дайындаған себебіміз осы пән мұғалімдердің сабақтарда кездесетін кейбір қиыншылықтар осында жақсы толықталған, және де осы су моншақтардың тарихына тоқталдық. Көркемеңбек пәнінде су моншақтармен жұмыс атты 3 сабақ жоспары берілген, және де өзіміздің шебер қолдар үйірмесінің жоспары, жасалу жолы, ондағы су моншақтардағы жасалатын бұйымдардың қаншалықты әсем екенін, ол қаншалықты оңай екенін, және балаларды осыған қызығушылығын қалай дамытуға болады деген сұрақтарды қамтыдық.